Баршаңызға сәлем. Бүгін өте оңай дайындалатын осындай дәмді хворс дайындайтын боламыз. Көп затты қажет етпейді. Жұмыртқа, шекер, тұз болса болды. Осы 3 заттан керемет дәмді хворс дайындаймыз. Алдымен ыдысымызды осылай дайындап аламыз. Енді осы ыдыстың ішіне жұмыртқа жарып саламыз. Және де 50 грамм шекер саламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Шекерін ерітіп, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді осының үстіне аз ғана тұз салатын боламыз. Және де разрыхитель саламыз. Жарты шай қасық разрыхитель саламыз. Енді осының үстіне ұн еліп салатын боламыз. Алдымен араластырып аламыз біркелкі етіп. Енді үстіне қажетті мөлшерде ұнды еліп саламыз. Енді ұнды осылай қасықпен араластырамыз. Үстінен тағы да ұн салатын боламыз. Ұнды салып, енді қолымызбен илеміз. Жан-жағын жинап отырып илейтін боламыз қамырды. Міне қамырда илеп болды. Енді бетін жауып, 15 минутқа тынықтыруға қоямыз. Міне дайын болған қамырымызды енді аздап ұн себе отырып жайып аламыз. Осылай оқтауымызды айналдыра жайып отырып, қамырды тегістеп аламыз. Енді ары қарай үлкен оқтаумен жайып шығамыз. Қамырды жұқа етіп. Міне қамырды жұқа етіп жайып алдық. Енді осыны жіңішке етіп кесіп шығамыз.
Сіздер бұл жерде маса жүр деп айып етпеңіздер. Жаздың уақытысы болғандықтан біз далада бастырманың астында отырмыз. Енді көлденеңінен осылай тағы кесіп шығамыз. Ортасын тіліп кесеміз. Енді бір жағын ішінен қайтара шығаратын боламыз. Міне осылай дайындап шығамыз. Әдемі шаш өргендей болып шықты. Міне осылай барлығын осылай әдемілеп өрнектеп шығамыз. Міне барлығын дайындап болдық. Енді алдын ала майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға осылай салып пісіріп шығамыз. Бірінші бір бетін қызартамыз. Келесі жолы екінші бетін қызартып пісіретін боламыз. Міне хворостарымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. 5-10 минутта тез дайын болатын хворост.